Сәлем достар. Мен үйде осындай лимон егіп жатырмын. Оны өсіру оп-оңай. Лимонның 2 дәнін алып, бірінші мен кішкентай кезімдегі мынандай ойыншыққа өсірген болатынмын. Салфетканың ішіне салып, салфетканы сулап, осының ішіне салып қоятынмын. Себебі андай тіпті құйрығы шықсын дедім. Сосын 5-6 күн күтіп бақтым оны. Содан кейін барып ашып қарадым салфетканы. Мен негізі сап-сары болып тұрған кезде салғам қатты. Енді іш қарайған соң шамалды. Оның осындай құмырада өсуіне болатынын түсініп осындайға ектім. Ал неге үлкенге екпедің деп сұрасаңыздар, міне мынандай гүл сияқты үлкен сабақтары шықсын дедім. Сосын барып осындай үлкен құмыраға егемді. Содан көп әрі үлкен лимондар шығатын болады, достар. Сіздер де осындай кішкентай ойыншық ыдыстарыңыз болса, соған өсірулеріңізге болады. Достар, осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Сау болыңыздар.